Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өзінің спатифилум деген аты бар. Оны біз әйел бақты деп атап кеттік. Сол әйел бақты гүлі туралы бүгін кішкене видеоролик түсіретін боламыз. Осы гүлдің күтімі, өсілуі, суғарылуы, топырағы жайлы айтатын боламыз. Және де ауырған гүлді қалай біз емдеп отырғызамыз, сол туралы айтатын боламыз. Бұл әйел бақты гүлінің сорттары, түрлері өте көп болады. Бұлардың сортына қарай арттары да әртүрлі болып бөлінеді. Бұның үлкен, гигантский дейді ғой, үлкен жапырақтысы, кішкентай жапырақтысы, ортаса жапырақты гүлдер болады. Енді мына өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мына жерде үлкен жапырақты гүл бар. Бұның жапырағы өте үлкен, адамның алақанынан да үлкен жапырағы. Бұл жақсы гүлдеп тұрған. Негізі біз гүлді сатып алғаннан кейін ол гүл әдемі болып жайқалып тұрады да, үйге әкелгеннен кейін гүл әлсірей бастайды. Жапырақтары қурайды, сарғаяды. Ол неліктен десеңіздер, біз суды дұрыс құймаймыз ол гүлге. Сосын ол гүлдің су дұрыс құймалағаннан кейін тамыры шіріп, сөйтіп гүл жапырағын сарғайтып, жапырағын қуратып, арман қарай гүл өзінің жағдайы әлсіреп, сөйтіп біз гүлімізді жоғалтып жатамыз. Сол қателікті жібермес үшін қазір біз осы әйел бақты гүлінің қалай топырағын дайындаймыз, ыдысы қалай болу керек, соны айтамыз. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, мынау жапырағы менің алақанымнан да үлкен. Бұл әйел бақты гүлін маған осы дұрыстап топырағына әдемілеп егіп бер деп әкеліп тастаған. Баста енді бұл гүлді неліктен бұндай болып тұрғанын айтатын болсақ, бұл сатып әкелген топырағынан ажырамаған, сосын суды шылқытып құя берген, содан бұның гүлдің тамыры шіріп тұр деп мен өзім ойлаймын. Қазір топырағын ашқаннан кейін қарайтын боламыз. Ал енді мынаусы кішкентай карликовый дейді ғой, бойы кішкентай сорты. Бұл да негізі жақсы өсіп, күтімі жақсы болса, жақсы гүлдейді. Енді бұл гүлді ашып көрейік. Бұл гүлдің күтімі былайынша өте қарапайым деп жатады. Ондай күтімді көп қажет етпейді. Бірақ көп адамдар, көбіміз бұл гүлді дұрыс өсіре алмай жатамыз. Көбісінің жапырағы осындай болып сарғайып қурап қалып жатады, тамыры шіріп жатады. Сосын бұл гүлді ақыр аяғында лақтырып тастайды, өсіре алмадым деп. Негізі бұл гүлді сатып әкелгеннен кейін бірден топырағын бұрпылдақ, жеңіл ауа өткізетін топыраққа егуіміз керек. Әйел бақты гүлі ылғалдықты жақсы көреді, бірақ ыдыстағы топырағынан тұрып қалған судан оның тамыры шіре бастайды. Ол ұзақ кеппей, солай суы ылғал болып топырағында тұрып қалса, онда гүлдің тамыры шірейді. Гүлді қалай суарамыз дейтін болсақ, гүлдің топырағының беткі қабаты 1 см, 2 см кепсе, гүлге су құя беруге болады. Бірақ тым қатты құрғатып жіберсек, бұл гүлдің жапырақтарының барлығы солып, бастарын төмен қаратып тұрады. Бірақ бұның тамыры өте мықты болады. Бұл гүл өлмейді, ол құрғақтықтан. Ал су құйған уақытта бұл қайттан өзінің жапырақтарын тікейтіп, қайттан арман қарай өсе береді. Бұл гүлді жиі душқа түсіріп алсақ та болады, су бүркіп тұрсақ та болады. Негізі 7-сіне 1 рет, я айына 1 рет жылы душқа түсіріп алсақ, бұл гүл бізге рахметін айтады. Негізі бұл әйел бақты гүлі ылғалдықты жақсы көреді, құрғақтықты ұнатпайды. Қай терезеге қоюға болады дейтін болсақ, бұл гүлді батыс, солтүстік терезеге қойсақ болады. Сол кезде бұның жапырақтары жуан, үлкен болып өседі. Ал егерде оңтүстікке қоятын болсақ, тікелей күннің көзінен бұның жапырақтары күйіп, бұл өзін әлсіз сезініп, содан жапырақтары қарайып, қурай бастайды. Сондықтан да тікелей күннің көзіне бұл гүлді қоймауымыз керек. Бірақ бұл гүл жарықты жақсы көреді. Жарығы аз көлеңке жерге де қоюға болады. Ал егерде тым өте қатты көлеңке жерге қоюға болмайды. Ол көлеңкеден бұл гүл жарық ала алмағаннан кейін жапырақтарының түсі солғын тарта бастайды. Тамыры тез көбейетін болғандықтан бұл гүлді жылына 1 рет осындай көктем уақытында отырғызу керек. Өзінің ыдысынан сәл-пәл 1 см ғана, сәл-пәл үлкендеу ыдысқа отырғызу керек. Тым үлкен ыдысқа отырғызуға болмайды бұл гүлді. Үлкен ыдыста гүлдемейді.
көбіміз айтып жатамыз гүл шығармайды, неге гүл шығармайды деп. Бұл гүл шығармауы оның ыдысы үлкен болғандықтан. Ал егерде бұл гүлді гүлдеткіңіз келетін болса, ыдысын тым кішкентай ыдыс алуымыз керек. Сол кезде тар ыдыста өзін жақсы сезініп, тез тамыр жайып, сол кезде барып тамыры ыдыстың жиегіне тиіп, тамыры қысылған сайын бұл гүл шығаратын болады. Сосын гүл шығарған уақытта бұған для цветущих гүлдейтін гүлдерге арналған тыңайтқышпен тыңайтып отырсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Сосын кейбір гүл өсірушілеріміз осы гүлдердің тамырына қарамай, бойы ұзын немесе жапырақтары үлкен болса, бұны жаңағы үлкен ыдысқа отырғызып жатады. Ол дұрыс емес. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, мен мынау гүлдің өзін қайтан ыдысына отырғызамын. Сол өзінің ыдысы сол тамырына ыңғайлы болып келген, сондықтан да өзінің ыдысы бұған тамырының жақсы жайып, жақсы өсуіне көмектеседі. Міне мен өте жеңіл топырақ жасап жатырмын. Ішінде перлиті бар, вермикулиті бар, сосын теравета топырақ шамалы, сосын кокосовый субстрат қосып, осындай жеңіл топырақ жасап алдым. Бұл топырақ гүлдің жақсы өсуіне көмектеседі, тамырын тез жаюына көмектеседі. Гүлге қандай тыңайтқыш керек деп ойлайтын болсаңыздар, оған азот, фосфор, калий, серра, магний, марганец, темір, мед сияқты көптеген микро-макро элементтері бар тыңайтқыштар қажет. Өздеріңіз көрсеңіздер, міне мынау биогумус деген тыңайтқыш, мен үнемі осыны пайдаланамын. Жылыған 1 литр суға осыдан 2 немесе 3 миллиграмм ғана қоспаны қосып, тыңайтқышты жақсылап араластырамыз да, құмымыз шамалы біздің құрғақтау болғандықтан, оны кішкентай ылғал ету үшін осы құмға тыңайтқышты осындай құйып, құмымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып, бұл гүлге біздің осы тыңайтқышымыз, енді құмымыз тыңайтқыш құйылғаннан кейін кішкентай ылғал болады ғой. Біз су құймай-ақ осы құмда 2-3 күн отырғызып, топырақ кепкеннен кейін суарсақ болады. Міне біздің кішкентай гүліміздің тамыры өте жақсы, аппақ. Бұның қураған жаңа жапырақтарының барлығын, сарғайып тұрған жапырақтарының барлығын алып тастадық. Ыдысының астына дренаж ештеңе салмай, солай еге береміз бұл гүлді. Өйткені бұл гүл дренажсыз-ақ өсе береді. Кейбір бұндай әйел бақты гүлдерінің дренаж салған жақсы көретін гүлдері де болады. Дренаж салмай осылай топырақта отыра беретін сорттары да болады. Тамырына міндетті түрде карневин себеміз. Өйткені карневин тамырының жақсы тез жетіліп кетуіне көмектеседі. Менде үнемі бұл карневин артығымен тұрады, гүл өсіретін болғандықтан. Енді гүлді еккенде мынау өсу нүктесін тым қатты егіп тастамаймыз құмның астына, оны бетіне шығарып қоямыз. Ал кейбір осы гүл өсірушілер осы қайта еккенде сол өсу нүктесін қатты құмға көміп тастайды да, ол өсу нүктесі құмда көміліп тұрғаннан кейін оның қайтадан жаңа жапырақ шығаруы қиын болады. Міне біз гүлімізді егіп болдық. Енді 2-3 күннен кейін құмы кішкене құрғағаннан кейін біз бұған тағы су құятын боламыз. Енді екінші мынау үлкен гүлімізді қарайық. Бұл гүлдің маған келгеніне де 1 жеті болды. Бірақ өзі суарылып келген, бірақ соның өзінде, 1 жетінің өзінде бұның суы құрғамады топырағындағы. Мен ойлаймын, бұның құрғамағаны топырағы дұрыс емес, сосын бұл гүлге өте көп шылқытып су құйған, содан бұл гүл өзінің жаңағы топырағындағы суын құрғата алмай ұзақ тұрды. Енді көрсеңіздер, бұның тамыры бәрі шіріген тамыры. Енді біз қазір жуып көреміз, тамыр қандай екен. Міне көрсеңіздер, тамырының көбісі шіріп кеткен, бірақ сау тамырлары да бар. Қазір жақсылап жуып, сөйтіп қайттан осы гүлдің тамырын көрсететін боламын. Міне енді көрсеңіздер, тамыры осындай болды. Көп тамыры шіріп кеткен, оның барлығын алып тастадым. Алғанымша, бірақ енді әлі де бар. Негізі біз шіріген тамырын қалдырмауымыз керек. Егерде шіріген тамырын қалдыратын болсақ, бұл құмға еккеннен кейін ол әрмен қарай өрбей береді. Сондықтан да мейлінше барлық шіріген тамырын алып тастауға тырыстым. Енді гүлдің жапырағы үлкен, гүл үлкен болғанмен, өздеріңіз көріп тұрсыздар, тамыры кішкентай. Сондықтан да бұл
гүлді, әйел бақты гүлін өзінің ыдысына отырғызамыз. Ал егерде бұл жақсы дамып өсіп кетіп жатса, ол кезде бұл гүлді келесі көктемде өзінің ыдысынан сәл-пәл үлкендеу ыдысқа қайттан отырғызатын боламыз. Осындай қураған, осындай жапырақтарын қураған мынандай гүлдерінің барлығын қиып алып тастаймыз. Негізі бұндай гүлдің қурап тұрған егерде жапырақтары болса, оның барлығын кесіп алып тастау керек. Бірақ көп жапырақтарын біз бірден кесіп тастайтын болсақ, бұл гүлді күйзеліске ұшыратуымыз мүмкін. Сондықтан да еккеннен кейін де жаймендеп бұл гүлдің жапырағын қиып отырсақ болады. Әр гүлге өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мен корневин сеуіп отырмын. Өйткені бұл корневин гүлдің тамырының тез жетіліп кетуіне көмектеседі. Бұл корневинді гүлдер дүкенінде сатылады, қолжетімді бағада. Сіздер де үйлеріңізге алып қойсаңыздар болады. Мен үнемі артығымен алып қоямын. Осындай гүл еккенде пайдаланамын. Әйел бақты гүлі желді жақтырмайды. Сквозняк дейміз ғой, сол сквозняктан, желден, жаздың күні үйдегі кондиционердің желінен бұны қорғап тұруымыз керек. Егер терезені ашатын болсақ, ол кезде бұл гүлді шамалы жел өтпейтін жерге қойып барып, терезе ашып, терезені жапқаннан кейін қайттан орнына қойсақ болады. Ал қыстың күні бұл гүлді біз терезенің алдынан алып, басқа жылылау жерге қоюымыз керек. Өйткені бұл гүл жылылықты жақсы көреді. Осындай жапырақтары үлкен әйел бақты гүлін жұмсақ жапырақтарын зақымдамайтын шүберекпен осылай әдемілеп сүртіп тұру керек. Сол кезде бұл сіздерге рахметін айтатын болады. Ал егерде жапырақтарына шаң тұрып қалатын болса, бұның жапырақтары демала алмай, сөйтіп бұл өсе алмай, гүлдің жағдайы кете береді. Сондықтан да бұл гүлге жақсы күтім қажет. Уақытында суарып тұрсаңыздар, жарғы жерге қойсаңыздар, топырағы жеңіл болса, ыдысы тар болса, сосын арасында душқа түсіріп алып тұрсаңыздар, бұл гүл сізге көп рахметін айтып, жайқалып өсетін болады. Міне мен сіздерге осындай кішкене ғана осы әйел бақты гүліне видеоролик сіздерге түсірдім. Егерде менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.